Бәріңізге сәлем. Бүгін тойымды қаттама нан жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші газдалған суға тұз қосамыз, сосын ашытқы қосып араластырамыз. Ұнды көз мөлшерімен қосамыз. Қатты болмау керек, жұмсақ қамыр болуы тиіс. Сосын қамырымызды 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз, жұқа етіп жайып шығамыз. Арасына сары майды ертіп жақсаңыздар болады, мен тоң май қолданамын. Содан соң қамырымызды орап шығамыз. Видеода көрсеткенімдей дөңгелектеп аламыз. Үстін аздап басып 5 минутқа қоямыз. Сосын қалыңдығы 5 мм болатындай етіп жаямыз. 360 градуста 7-10 минутта пісіріп аламыз. Қаттама нан дайын, дәмді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, нәтижесімен комментарийде бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.